Біздің құтқару жасағымыз амбибап десек те болады. Ең мықты, ең озық технологиялар бірінші Астанаға келу керек. Біз мына жерде оларды зерттеуіміз керек, жігіттердің кері байланыс алуымыз керек. Содан кейін бірте-бірте осы импульс ретінде басқа өңірлерге, өңірлерден ауылдарға сөйтіп жетуіміз керек. Негізгі мақсат ішкі акваторияларда, президенттің тапсырмасы бар, келесі маусымда көктемнен бастап бірінші құзырет жағынан жетілдіруіміз керек. Соның бәрі жұмысты атқарамыз. Екінші материалдық техникалық жағынан, біздің базалар жағынан, осы қайық болсын, гидроскутерларымыз болсын, аэроқайықтарымыз болсын, барлық техника, қажетті техника бізде сақадай сай болу керек. Қараша айында есілді алатын болсақ, жартысы су болуы мүмкін, жартысы мұз, содан кейін қайтадан суға ауысып, сөйтіп жұқа мұз кезінде әсіресе көп елдер оны біле қоймайды. Сол жұқа мұздан өтем деп оқыс оқиғалар болуы мүмкін. Біз біріншіден өзіміз дайын болуымыз керек, жеке құрам дайын болу керек. Екіншіден олардың экипировкалары болсын, құрылғылары болсын, осындай техникалар болсын, суда жүретін, мұзда жүретін, талғамайтын техника. Бізде өте алмайтын жер, бара алмайтын жер деген болмауымыз керек.